Бүгінгі өтіп жатқан шара, яғни қоғамның дерті деп тақырыбын нақтылаған мектеп оқушылары арасындағы облыстық театрал екінші фестивалі өтіп жатыр. Келіп отқан көптеген мектептер, яғни өзіміздің Ақтөбе облысының аудандарынан және осы Ақтөбе қаласынан қатысып жатыр. Барлығы да тақырыпты аша білген, балалардың өнері өте керемет. Қай ауданнан келсе де осы болып жатқан қазіргі қоғамдағы келеңсіз жағдайлар, яғни лудомания, ойын құмарлық, наркомания, суицид дейміз, буллинг дейміз, солардың барлығын тақырыптарын өте аша білген. Яғни балалармен жұмыс жасаған ең бірінші жетекшілеріне, яғни кәсіби режиссерларға да жүгінген, және оған атсалысқан ата-аналарына да үлкен рахметімізді айтамыз. Неге десең, қазақта айтпай ма, бала жеңіне қарап өседі, азамат ортасына қарап өседі дейді. Бүгінгі балалардың барлығы әдебиетке, мәдениетке, өнерге өте жақын талантты балалар. Сондықтан да жолдарыңыз болсын дейміз. Барлықтарыңызға сәттілік.